Шарап тарихына үңілсек, біз уақыт туннелінен өтіп, ежелгі өркениеттің таңына оралуымыз керек. Археологтардың зерттеулеріне сәйкес, адамдар мыңдаған жылдар бұрын жемістерді және дәндерді ашытып, шарапты жасаған. Өзен өркениетінің отаны ежелгі Мысыр әлемде шарап шығарған алғашқы орындардың бірі болды. Перғауындар шарапты киелі санап, оны тек діни рәсімдерде ғана емес, ақсүйектердің қоғамдық өмірінің бір бөлігі ретінде де пайдаланды. Қиыр шығыста Қытай күріш шарабы ежелгі шараптардың бірі болып табылады. Шан әулеті кезінде адамдар дәнді жұмсақ күріш шарабына айналдыру үшін ашыту технологиясын меңгерген. Бұл дәстүрлі сыра қайнату әдісі бүгінгі күнге дейін жалғасып, Қытай өркениетінің бір бөлігіне айналды. Ежелгі Греция мен Римде шарап үлкен банкеттердің ажырамас бөлігі болды. Афинаның шарап құдайы Диониске қамқоршы құдай ретінде табынған, адамдар шарапты өмірді, өнерді және әдебиетті тойлау үшін пайдаланған. Енді біз қызыл шараптан ақ шарапқа, вискиден ақ араққа, сырадан сәкеге дейін, әрқайсысының өзіндік ерекше дәмі мен қайнату процесі бар шараптың әртүрлі түрлерін тереңірек зерттеп көреміз. Біздің төрт төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. Төрт төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Заманның өзгеруімен ортағасырлық монастырлар шарап қайнату орталықтарына айналды. Қайта өрлеу дәуірінде шарап мәдениеті өркендеп, ақсүйектердің қоғамдық және әдеби өнерінің шабыт көзі болды. Бүгінде шарап мәдениеті әртүрлі әлемге айналды. Қызыл шараптан ақ шарапқа, сырадан сәкеге дейін әртүрлі шараптың өзіндік ерекшеліктері бар. Алдымен қызыл шарап дәмді бейнелейтін тамаша шарап туралы сөйлесейік. Қызыл шарап өзінің терең түсімен күрделі дәмімен танымал. Түрлі жүзім сорттары, топырақ пен климат қызыл шараптың әртүрлі стильдерін жасайды. Жеңіл сорттардан қою шараптарға дейін, әрбір тамшыда әрбір жүзім бағының тарихын білдіреді. Енді вискиге, Шотландиядан шыққан күрделі сусынға жүгінейік. Виски өзінің ерекше дәмімен көп қабатты хош иісімен танымал. Жалғыз оттардан аралас вискилерге дейін әрқайсысы Шотланд пейзажының жұмбағымен хош иісін береді. Шығыс Еуропадан шыққан мөлдір арақты қарастырайық. Арақ өзінің дәмсіз және иіссіз сипаттамалар үшін жоғары бағаланады. Ол бірнеше рет қайнатылып және сүзу арқылы шығады. Шығыс мәдениетінде маңызды рөл атқаратын ағараққа жүгінсек. Ағарақ қызыл шараптың күрделілігінен ерекшеленеді және оның жұмсақ және хош иісті дәмімен танымал. Қытайлық күріш шарабы өзінің дәстүрлі арақ қайнату процесімен және өзгеше дәмімен шығыс мәдениетінде таптырмас сусынға айналды. Мейрамды тойлауда немесе құрметті қонақтарды шақыруда бір бөтелке жақсы ішімдік әрқашан шығыс банкетінің орталық бөлігі болып табылады. Бұл қазіргі кезде тек қана сусын ғана емес, шығыс мәдени дәстүрінің символы. Содан кейін сыра туралы айтсақ, ол бүкіл әлемде мерекелеу кезде тұтынатын сусын. Сыраның түрлері өте көп. Ол жеңіл дәмінен күрделі дәміге дейін әртүрлі стильдер мен дәмдерде көрінеді. Ол әрбір жұтымды бірегей тәжірибе етеді. Соңында жапон мәдениетінің қазынасы сакені талқылайық. Сакені нәзік және талғампаз дәмі үшін жақсы көреді. Жапондық сыра қайнатушылары әр бөтелке табиғатқа және дәстүрлі шеберлікке құрмет көрсете отырып, күрішті қайнатып шығарады. Енді алкогольдің ықтимал қауіптілігін және алкогольден бас тартудың денсаулығымыз бен өміріміз үшін неліктен маңызды екенін тереңірек қарастырайық. Алкогольге салынсаңыз, бұл уақытша ғана құмарлық болмайды. Ол сіздің денеңізге ауыр жүк түсіреді. Алкогольді ұзақ уақыт тұтыну бауыр ауруларына, жүрек-қан тамырлары проблемаларына және басқа органдардың зақымдалуына әкеледі. Алкоголь иммундық жүйенің жұмысын төмендетеді және вирустық бактериялық инфекциялардың қаупін арттырады. Ұзақ мерзімді алкогольді пайдалану мидың кішіреюіне және когнитивті қабілеттерге әсер етеді. Алкогольді асыра пайдалану қолдар мен аяқтардағы үйеу және тремор сияқты белгілерді тудыратын невропатияны тудыруы мүмкін. Ұзақ уақыт алкогольді пайдалану ерлерде де, әйелдерде де жыныстық дисфункцияға, соның ішінде бедеулікке әкелуі мүмкін. Ұзақ мерзімді шамадан тыс ішу метаболикалық бұзылуларды тудыру және қант диабетінің қаупін арттырады. Алкогольді ұзақ уақыт пайдалану сүйек тығыздығының босауына және сыну қаупін арттырады. Бұл тек медициналық мәселе емес, сонымен қатар біздің өміріміздің сапасына да қауіп төндіреді. Алкогольді асыра пайдалану біздің психикалық денсаулығымызға да айтарлықтай зиян тигізеді. Есте сақтау қабілетінің төмендеуі, когнитивті функцияның құлдырауы, тіпті мазасыздық пен депрессия белгілерін тудыруы мүмкін. Біз өз өмірімізді бақылауды жоғалтып қана қоймай, сонымен бірге өз эмоцияларымызға және айналамыздағы адамдардың өміріне де әсер етеміз. Алкоголь тек жеке адамға ғана емес, бүкіл қоғамға зиянын тигізеді.
Маскүнемдіктен туындаған отбасылық жанжалдар мен жазатайым оқиғалар біз назардан тыс қалдыра алмайтын әлеуметтік мәселелер. Мас күйінде көлік жүргізу, отбасындағы жанжалдардың барлығы маскүнемдіктен туындайтын әлеуметтік ауыртпалықтар екенін білейік. Алкоголь мен ірәк арасында тығыз байланыс бар, және ұзақ уақыт ішу кейбір ірәк қаупін арттырады. Өңеш ірәк. Көп ішу мен өңеш ірәгі арасында анық байланыс бар. Алкоголь өңештің шырышты қабығын тітіркендіреді, ал ұзақ тітіркену анормальды жасушалардың өсуіне әкелуі мүмкін, осылайша өңеш ірәгінің қаупін арттырады. Бауыр ірәк. Ұзақ уақыт алкогольді тұтыну бауыр ірәгінің негізгі қауіп факторларының бірі болып табылады. Алкоголь бауырға зақым келтіреді, ал созылмалы бауыр ауруы ақырында бауыр ірәгіне айналады. Асқазан ірәк. Алкогольді асыра пайдалану мен асқазан ірәгі арасында өзара байланысы бар. Алкоголь асқазанның шырышты қабығын тітіркендіреді, сосын қабыну мен ойық жараларды тудырады, осылайша асқазан ірәгінің қаупін арттырады. Омырау ірәк. Көп ішу әйелдерде омырау ірәгінің қаупі жоғарылауымен байланысты. Алкоголь гормон деңгейіне әсер ету арқылы рак клеткаларының өсуіне ықпал етеді. Колоректальды ірәк. Алкогольді ұзақ уақыт пайдалану колоректальды обырдың пайда болуымен байланысты. Денедегі алкогольдің метаболизмі кезінде пайда болатын метаболиттер ішек тініне теріс әсер етеді. Ауыз және тамақ ірәк. Алкоголь темекі шегумен біріктірілгенде, ауыз және тамақ ірәгінің қаупіне көбірек әсер етеді. Алкоголь жасушалардың зақымдану ықтималдығын арттырып, ірәктің дамуына ықпал етеді. Қуық ірәк. Ұзақ уақыт бойы алкогольді пайдалану қуық ірәгінің пайда болуына байланысы жоғары. Алкогольдің ағзада метаболизденуі кезінде түзілетін кейбір метаболиттер қуықтың шырышты қабығын тітіркендіріп әсер етеді. Ұйқы безірәк. Ұзақ мерзімді көп ішу ұйқы безірәгінің қаупінің жоғарылауымен байланысты болуы мүмкін. Алкоголь метаболизмі кезінде түзілетін метаболиттер ұйқы безі тініне жағымсыз әсер етеді. Бұл зияндардың артында біз алкогольдің денемізге ықтимал зияны туралы терең ойлануымыз керек. Ішімдікті тастау тек өзіңе ғана емес, отбасың мен қоғамға да жауапкершілік. Денсаулығымызды бағалап, байсалды өмірді қабылдап, алкоголь тудыратын жасырын қауіптерден сақтанайық. Алкогольді ішпеуге тырысыңыз, өйткені ішімдікке салынғаннан кейін оны тастау қиынға соғады. Алкоголь әлемдегі ең күшті есірткі болғандықтан тастау мүмкін емес. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.